Вампир жамап жатырмыз қазір. Вампир мына жерге соғып алған, мына жер жарылып кеткен. Мына импульсный паяльник. Өте керемет зат. Міне осылай былай қызартасында, міне басында лазері бар. Мына шоқ болып қызарады. Мына қызарғасын мына клейлейтін жерімізге басып аламыз былай. Міне кішкене ұстап тұрамыз да, су болғаннан соң тартып аламыз. Міне осылай жамай бересің. Мына жерде өзінің сымдары бар, арнайы. Жібере берейін. Қазір мына бір жерлеріне тағы бір 5-6 жамаймыз. Сонымен болды, баяғыда сеткі тігіп отырмаймыз. Енді осы импульсный паяльниктің көмегімен осылай жабыстыра береміз. Қазір болғаннан соң ар жағын шкоркілеп, жұқалап шпаклевкасын жағып жібереміз. Содан соң шкоркілеп, сырлап жібереміз. Міне мына вампирді да солай қылып тігіп қойдық. Мына импульсный паяльникпен мына іш жақтары міне осылай қылып. Мына өте мықты зат, жібермейді мына бір пайкілеген жерін. Қазір бұны да шкоркіге дайындап, шкоркілеп, краскасын шпаклевкасын жағып, шкоркілеп, краскасын шашамыз. Мынау алдыңғы вампир, мынау артқы вампир. Екеуі екі түрлі машиндікі.